Астарыңыздан не болсын, құлақтарыңыз тамаша әнде болсын демекші. Өлет айтып берейміз деді. Рахмет. Керек емес қой. Кішкене комфорт болсын дегенім ғой. Тараз шаһардан келші. Айтпа аға, машина соқсадан дұрын. Неге? Келін болып кетті қалай? Ләйлім демекші. Майра Ілиясованың орындауында тамаша ән болсын. Керек емес па, астарыңыздан болсын аға. Сіздер сізге басқа шейін керек емес па? Бізде мынандай не болып жатыр да? Сіздер ровно біздің 2006 елеріміз сіздер, клиентіміз сіздерді. Соған орай сіздерге лично мынау дәмханамыздың атынан емес, лично өзімнің атынан сіздерге үлкен рахмет деп жатыр. Мынау 600 бочисканы берем. Лично мен атынан қыздар. Аха, там болсын. Ассалаумалейкум. Таксовать етіп жүрсіз бе? Братан, в общем, ана жақтан Зеленый базардың ар жағынан ше 2 мал салу керек та. И неге апару керек? Амангелдіге. 1500 теңге берем. 2000 бола ма? Мал болғанда андай кәдімгі мал емес, қой емес. Дұрыс қой енді бәрі. Мен 2 досым ғой, просто мал да оларшы. Мен үшін малдардан мен лақтырып кеткен кеше, солар алып кету керек еді. Малдарын алып кету керек. Жоқ, мен достарымның малын алып ше, соны сою керек, соғым қып тарату керек та, соғым алмайсыз ба? Менде не бар да, туалетный бумага. Сәл ашылған кішкене жарты салынған алмайсыз ба? Жарайды, жақсы. Аға, сіздің заказ алды ма? Басқа ештеңе керек емес қой. Асыңыз зәнді болсын. Бір күні осындай жерге екі жігіт келіп тамақ ішкен ғой. Сөйтсе, ана жігіт айтты ғой, маған сорпаны сусыз әкеліп беріңдерші деген ғой. Сөйтсе официант таңғалған, қалай ол сорпа сусыз болады деген ғой. Өлтірем анекдоттаға, я. Асыңыз дәмді болсын, аға. Қыздар, кешіріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ештеңе керек емес пе? Кола заказ беріңіздер, болды. Біткеннен кейін салқын керіп бас, пакетик. Қанша бар? Мына бәрін салып кетесіздер ма? Все. Ойлаған ғой, егер сіздер не қылмасаңыздар, мен салқынға салып, холодильникке қойып қойын, бір күн келесіздер ғой, сол кезде жылытып берейін деген болсын. Жоқ. Салып әкеліп бересіз. Так, бастық кетіп қалды ма? Сәл кішкене құйып берем, шығып кетейік. Жама шөлдеп кетінші. Азаннан бері жұмыс істеп жүрмін. Болды. Ашына кетесіз. Камерадан алып кете бер ана жаққа. Бір не жейінші? Жұмыртқа, я? Пицца жейсіз ба? Бастық айтып қоймаңыздар, мені өлтіреді көрсе, аға. Аға, кешіріңіздер, сіздер ерлі-зайыптысыздар ғой, иә? Егер де алдағы уақытта, мысалға, Турцияға ма, бір жаққа егер қыдырып баратын болсаңыздар, aviasales.kz деген сайтқа кіріп, сол жақтан кез келген күні ең арзан билеттерді ала аласыздар. aviasales.kz. Любой жаққа, мысалы, Турцияға екеуіңіз баратын болсаңыздар, совет беріп жатқаным ғой, ең арзан бағада любой күні ала аласыздар. aviasales.kz-ге кіресіз сайтына. Соға кіріп көрсеңіз билеттер ала аласыз. Толық нұсқасын, ссылкасын қалдырып кеттім, соқтан көре аласыздар. Жақсы сау болыңыздар. Хей, Дамир! Ой, ё-моё. Ассалаумалейкум. Извините, мен просто Дамир деген досым ба деп ойлап қалсам. А? Аха, Дамирге ұқсайды екен. Саламатсыз ба, кел. Мен Дамир деген досыма ұқсайды екен бе? Қуаныш дегеніміз не? Менен алыңыздар. Кеңші, айтыңызшы. Махаббат сезімін сөзбен жеткізіп беріңізші. Ойланасыз ба? Ау. Ойланып жатсыз ба? Не істеу керек?
махаббат сезімін 3 сөзбен жеткізіп. Махаббат сезімін 3 сөзбен жеткізіп беру керек дейсіз ба? Махаббат деген не ғой? Сізге 3 сөзбен жеткізіп. Махаббат деген жақсы ғой негізі. Жақсы ма? Махаббат деген неше түрліге бөлінеді ғой. Мысалға, қыз бен жігіттің махаббаты болады, ана мен баланың махаббаты болады, бала мен тасбақаның махаббаты болады. Мысалы, мен кішкентай кезімде тасбақаны жақсы көргенмін да. Жарайды, келесі сұрақ. Қуанышты қалай түсінесіз? Қуаныш дегеніміз не жалпы? Сұрағым ауыр болып отыр ма сізге? Қандай сұрақ қойдыңыз? Қуаныш дегеніміз не деп сұрақ қойдыңыз? Қуаныш деген жақсы ғой негізі қуаныш деген. Қуаныш деген көп қой түрі. Бала мен қыздың қуанышы болады, ана мен баланың арасында қуаныш болады, бала мен тасбақаның арасында қуаныш болады. Мысалы, мен баяғыда кішкентай кезімде тасбақаны қуанышты қылғам да. Күшті екен. Келесі, мейірімділікті 3 сөзбен сипаттап беріңізші, досы ойнамай әзілсіз айтыңызшы. Әрине, өте орынды сұрақ болды деп ойлаймын. Жалпы Құдай қаласа, жоғарғы жақтан енді ағаларымыз қарастырса, бұл сұрақты әрине алдағы уақытта шешеміз деген ойдамыз. Шешіледі деген бізде ойдамыз. Иә. Көп рахмет. Жақсы. Құрметті достар, арнаға тіркеліп колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазып, обязательно лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Видеоны біз әрмен қарай жалғастырамыз, соңына дейін көріңіздер, достар, лайкты ұмытпайықшы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Барлығы бар ма сіздерде? Заказ беріп еді, Не келмей жатыр? Не беріп едіңіздер? пицца, суши. Біраз заказ бергенсіз, соны біразы келмей жатыр ма? Заказдарыңыз келгенше, сіздердің сұлда сымбатты қыздарыңызға мен бір өлең айтсам ба деп тұрмын. Рұқсат емес. Керек емес па? WhatsApp-тан лақтыр десеңіз, мен бүгін жаңа әнім шықты. Тырналар, тырнақтарымды қырқып жүріңдер деген әдемі бір әнім шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Ассалаумағалейкум. Дүбідіркі 2000 жылдық тарихы бар Тараз шаһарындағы Мемін деген халық ресторанға қош келдіңіздер. Астарыңыз дәмді, жүректеріңіз мәнді де сәнді болсын деген ниетпен, әрине астарыңыз дәмді болсын. Басқа ештеңе керек емес пе? Керек болса маған айтыңыздар. Тойдан кейін билеп қайтыңыздар. Құдаға 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді ғой. Астарыңыз дәмді болсын. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін деген екінші номеріміз жазбаңыз, мен мықты тамадам. Қазір уақытша істеп жүрмін қазір. Осыдан кейін Визитка жасап жүрмейсіз бе? Визитка жасамайсыз. визиткам әлі жоқ, әлі шығарған жоқпын. Енді бастайын деп жүргенмін ғой. Сосын әпкен андай тақпақ білем. Монғолияда біздің жер. Алаш елін басқан жер. Иә, Астраханда біздің жер. Ол да біздің қазақтікі. Жерде жатса баспаңдар, торғайларға тақ қастерлеп. Әдем сөздер, иә? Өзім түсініп жаздым. Саламатсыздар ма? Аха, қазір келеді ғой. Сіздер қолдарыңызды жудыңыздар ма? Жоқ, негізі жуып алсаңыздаршы деп жатқам. Ар жақта қол жуатыңдар. Мысалы, микроб болып қалуы мүмкін дегенім ғой. Сіздерді ойлап жатқам, асқазандарыңызды жаман егетіп қалмасын деп. Сіздерге не керек емес па? Десерт? Десерт керек болса мен шақырыңыздар. Десертті мен не істеймін да? Мен қолым жуғам. Аха. Қолым жуып істеймін десерттің бәрін. Мен атым Изабелла. Если что, шақырасыздар. Алло. Аха. 481 ма? Аха. Осы машинаны тонау керек па? Қазір хозяин тұр, мен қасымда ше. Хозяйны кетіп қалсын, содан кейін барып асықпай, білдірмей не істейді да. Алдындағы 2 баллон алып кетсек болды, артқы сәл неке лыс екен. Қазір хозяин не істеп әлі тұр.
Аха, қазір кетіп қалсын хозяин. Сосын асықпай тонаймыз. Ассалаумалейкум. Әзіл ғой аға. Аха, ассалаумалейкум. Сіз жаңа мына жерде біраз тұрыпсыз, темекі шегіпсіз мына жерде. Бұл не еді? Инвалидский жерде, бұл жерде тұруға болмайды. Мен бірінші темекі шекпеймін. Жоқ, камерадан айтты, сіз неғып жаңадан бері тұр деді ғой. Сізге, алло, осы кісі ма? Аха. Мына жерде сіз жаңа тұрыпсыз ғой осы жерде. Бір 5 минуттай тұрыпсыз. 10 минут тұрдыңыз ба? Бұл жер инвалидский жерде. Бұл жерге болмайды тұруға. Машина тұруға болмайды. Ау, машинада и адамда болмайды. Сізге штраф 2 күн нәскесіз жүресіз. Аха? Бір жерде камера снимать етіп тұрмын бауыр. Аха. Пранк қой, брат. Қыздар, сіздерде бәрі жақсы ма? Ештеңе керек емес пе? Пиццаларыңызды неғып жеп қоймадыңыздар? Симай қалып, той кеттіңіздер ма? Не ма? Біреуін қалдырыңыздар ше? Или алып кетесіздер ма үйге? Осы жер қалдырып кетейін деп тұрсыздар ма? Егер жемесеңіздер. Жоқ, егер жегілеріңіз келсе жей беріңіздер. Егер де да, на всякий случай, егер тойып кетсеңіздер, бір пиццаны қалдырасыздар ма дегенім ғой. Аха. Не қылса, тамақ алып берейік па? Жоқ. Ақшам бар ғой. Негізі да, просто бүгін әйелім айтып қойып едім ғой. Пицца апарам деп ше. Аха. Сосын әпке, бастық айтып қоймаңызшы, бүгін жұмысқа мынандай айлығым жинап мынандай етік алғам ғой ше. Әдемі ма? 9-ның базарында бір апа сатып отыр екен, киілген аяқ киім екен да, атасы киген ғой, дядя Витя. Сол кісінің несі етігі ғой, әдемі. Рахмет. Здравствуйте. Вам ничего не предъявит полиция? Нет. Все устраивает, да? Если что-то вам придется, меня позовите. 8741 204 66 81. Это мой папина телефон. Но телефон дома. Мен сіздердің пиццаларыңызды жемейтін болдым. Жіберіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Мен жаман дастарханымыз осындай болсын. Сіздер саламатсыздар ма? Мен мына сотканы ше, жаңа ана жерден тауып алдым да. Соны мынау iPhone бүйтіп уже пароль ештеңесі жоқ екен ше. Қанша iPhone? Білмейсіздер ма? 6S шығар. Артын көрсетіңізші? Нет, 8. 8 iPhone ғой, иә? Бұл енді қазір сат алам ба? Алады ма, или бұл мынандай несі боламын ішінде? Білмеймін, тауып алатын шығар бұл, по идее. Қанша тұрады бұлар қазір магазинде? 8. Не знаю, 8 300 дедім. 300? Алмайсыздар ма? 5000, 4000 теңгеге? Нет. А? Жоқ, алмаймыз. Негізі. Егесен қайтармайсыз ба, тауып алатын шығар по-любому? Оның қақтың табым егесі. Мен просто ана жерде келе жатырмын, жолда жатыр екен да. Звондайтын шығар қазір. Может, да? Или мамасына, мама деген бір номер тауып алсаңыз, сосын. Звондап, может, қайтарып берсеңіз. Дұрыс айтасыз. 300 мың теңге нәрсесін 5 мың сәт бересің. О, мен мама деген бар екен. Кредитке алған жақтар. Қазір звондап көрейік. Қайтап берген дұрыс деп ойлайсыздар ма? Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Ренжімеңіз, мына мен мынау осы телефонды тауып алып едім. Аха. iPhone 7 жаңа жерде арбатта жүрген кезде жатыр екен. Сіз кім боласыз бұл телефон егесіне? Иә, мен егесім. Артында болды жаңа. Егесі сіз ба? Иә, егесім. Сіз қай жақтасыз қазір? Мен Ақтөбеде отырамын қазір. Таппай кетіп қалдым маған. Не ғой? Іздемей-ақ қойыңыз аға. Неге? Телефоныңыз менде қазір. Жоқ, не сұрап жатсың? Енді бір 5000 теңге берсеңіз болады. Бауырым, бұл 5000 емес, мен саған 10 мың теңге беремін. 10 мың теңге бересіз ба? Иә. Прям 10 мың берейін деп тұрсыз ба? Прям? Yes! Шынымен айтып тұрсыз аға.
Рахмет аға. Я достар, сонымен қатар менің Instagram парақшама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өйткені мен бұл жақта YouTube'да жоқ қызықты видеоларды салып отырамын. Ассалаумағалейкум. Алтыннан ардақты күмістен салмақты. Алқалаған әлеумет, шалқалаған шәлеумет дей отыра. Біздің сырты сәулетті, іші дәулетті хан сарайындай болған мейрамханамызға қош келдіңіздер. Әрине, үлкендеріміз тез-тез сөйлеп, қалғандарымыз қосылып билік. Заказдарыңыз дайын болса, мен сіздерге біз тамаша сыңғыр қаққан бір официант жіберейін. Мен бүгін жаңадан кіргем. Мен не бар екенін білмеймін. Қазір бір рет жіберейін. Саламатсыздар ма? Сіздер чиби тастайын деп тұрсыздар ма? Жоқ. Бүгін менің күнім ғой, білесің бе, чиби алатын дегенім ғой просто. Егер чиби беретін болсаңыздар, мынау болады емес, мені шақырасыздар ғой. Стоп! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы оплата сразу. Оплата с каких пол стала оплата? Сегодня. Где написано? Покажи. Покажи мне, что она оплачивает. Нет, всего лишь 1500. Чего? 1500 1 час. 1500 1 час? Да. Ты охренел, что ли? С каких это пор платно? Где написано платная стоянка? Скажи. Нет, я здесь не работаю. Ну, а кому я плачу? Я в Алмате в парковке работаю. Ну, а почему я должна платить? Это, получается, здесь не дает, да? Здесь нет, у нас не платная стоянка, у нас здесь бесплатная. У нас нету. Я думал, что здесь тоже проканает. Нет. У нас не платно, не проканает. Не платно? У нас ни внутри, ни снаружи не платно. Ой, елки-палки. Вы когда выходите? Когда? В этом году? А что? Когда выходите, можно я один круг сделаю? Ну, покатаюсь на сейчас вашем? прям разбежал. Ты что придумала? Не разрешайте, да? Ну ладно. Ой, құдая, белден бел қамат жек өлтірді. Бүгін бірінші рет кіргем ғой бүгін. Белден бел, аяқтан аяқ, тырнақтан тырнақ қамай. 8-ден бастап істеп жатырмын ғой. Бүгін аяғыма педикюр істетіп едім, бәрі быт-шыт болған жүр. Брат, білмейіп қалуы ма? 300 грамм бульбашак, өлтіп қатады. Ойбай, ұрысса да ұрыспаса да, о, сенде өліп баратырмын, не істейме дәтеңді. Баяда. Фатима әпшем ауылға шақырып өтмеді, отыра тұрсаңшы. Ішімдегімен бөлісі өліп баратыр. Ауылдағы Фатима әпшем айтмаған ба, мен қасыма кел, ет сатайық бірге, соғым таратайық деп ше. Сол мені сорлы, соны тыңдап, тып-тыныш жататымын ғой, неқті. Қайттыңдар ма? Бір пиццада қалдырмапсыңдар ғой тегі, не деген адамсыздар? И так та соны жейін деп тұрмын ғой, жылдам шығып кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар. Я, құрметті достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар Кәусар дәмханасына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Достар, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басып, комментарий жазып, сонымен қатар обязательно лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен болған мен Есенхан Алмас. Келесі аптаға дейін қызықты видеоларды күтіңіздер, достар. Обязательно лайк басыңыздар.